Сәлем баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста сіздерге осындай тырна құрағын құрауды үйрететін боламын. Осы тырна құрағына 6-6 сантиметр болатын құрақ көзін аламыз. Бұл жаңа диско матадан астына флизелин жапсырылған. Сосын королевский велюрдің екі түрінен, ақ және жасыл түрінен алдым мен өзім. Сосын астарына 25-25 сантиметр бөзді алдым, және ортасын белгілеп қойдым. Және тұмарына 12 штук, тұмарына 12 штук диско матасы керек болады. Міне мынадай болып тұрады. Бұның артына да флизелин жапсырылған. Бұл құраған кезде қатты болады. Келесі тегін мастер-кластарды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып сақтап алыңыздар. Біз құрауды бастаймыз. Міне астарлықтың ортасын белгілеп алдық. Енді осыған мына құрақтың көзін айналдырып тігіп шығамыз. Енді осыдан кейін жасыл королевский велюр мата жолағын мына жерге тігеміз. Енді мынаны неғына тағы былай тігеміз. Жасыл матамызды. Міне бастап шығып келе жатыр тырна құрағымыздың басы. Енді бұлай ақ тігеміз. Ақ королевскийімізді өстіп қойып тіге береміз. Міндетті түрде құрақтың басында, аяғында тіккен кезде закрепка береміз. Енді ақ матамызды тағы міне қабырғасын тігеміз. Бізге қиындық туғызбау үшін осы қайшымен тігіп атқан кезде бүйтіп аяқ жағын қиып береміз. Енді тұмарымызды салуды көрсетемін сіздерге. Енді қарап алыңыздар. Міне 4 қабырғасы дайын болды. Тырна құрағын. Енді мына жаңағы диско материалына флизелин жапсырдық қой. Енді осыны осылай қаратып, мына жерге. Мына шетін мына жерге келтіріп қойып, мына шеттерін ұшқары бұлай шығарыңқырап, міне осылай тігеміз бастап. Міне бір неміз дайын болды.
Қайырған кезде міне шықты. Екіншісін мынаны қайырып отырып, екіншісін істейміз. Оны да осылай істейміз, теріс қаратып. Тұмаршаны құраған кезде закрепка беруге де болады, бермеуге де болады. Бұны да бүйтіп қайырдық. Міне шығып келе жатыр. Енді мына жерін қайырып отырып тағы тігеміз. Үшінші неміз тұмарымызды салып жатырмыз. Сіздер мән беріп қарап алыңыздар. Міне үшінші несі тұмарды шықты. Енді төртіншісін өстіп қайырып отырып, төртінші тұмарымызды саламыз. Міне осындай. Бір үйреніп алсаңыздар, үйреніп кетесіздер, оңай. Енді міне тұмарын салып болдық. Енді жасылымызды қайтадан былай тігеміз. Міне жайлап шығып келе жатыр. Енді екіншісін тігеміз. Екінші жасыл, екінші қабырғасын жасыл немізді қайтадан тағы тігеміз, қайталап. Енді не сіздер көріп отырғаныңыздай, енді үшіншісін тігем мына жерге. Ақ матамызды тігеміз, королевский бюллер. Енді төртінші қабырғасында ақ тігеміз. Міне енді шықты. Енді тағы былай бірінші, екінші, үшінші, төртінші тұмарды саламыз. Тағы да жаңағыдай сала береміз. Міне енді екіншісі.
Mine екіншісі тұмарымыз. Енді үшінші тұмарымызды тігеміз. Міне үшіншісі шықты. Міне. Енді төртіншісін тігеміз. Міне жағы. Енді қайтадан мына жасылымызды тігеміз. Екінші қатар тұмар шықты. Мынау бірінші, төрт біріншісі, мынау екіншісі. Енді қайтадан мына жерге жасыл матамызды тігеміз. Тіккенде тігістеріңізге өте мән беріңіздер, ұшқары тікпеңіздер. Тігістеріңіз міне мынадай болып теп-тегіс болып шықсын. Міне тырна құрағы дайын болып келе жатыр. Міне көріп тұрғаныңыздай дайын болып келе жатыр. Енді қайтадан ақты тігеміз. Менімен бірге тігіңіздер, үйреніп алыңыздар. Міне. Енді мынаны тағы бір қатарын жүргіземіз. Міне төртінші қабырғасына тағы да ақты тігеміз. Міне. Енді тағы бір, мына жеріне тағы бір тұмар, мына жеріне саламыз, мына жеріне саламыз, мына саламыз. Төрт жағына да салып шығамыз. Артық жіптерім болса уайымдамаңыздар, қиып тастайсыздар. Міне. Bir жағын салдым, екінші жағын саламын.
екінші шықты. Енді үшінші. Мен өстіп 3 қатар қылып істедім. Міне. Енді 4-ші қатар. Енді қайтадан осы немізді тұмарларымыз міне көтеріліп тұр. Енді қайтадан бастырып жасыл немен былай тігіп шығамыз. Соңғы тігіс, былай жасыл тігеміз, былай жасыл тігеміз. Аяқтап келе жатырмыз жайлап құрағымызды. Енді ағымызды былай тігеміз, былай тігеміз. Енді 4-ші қабырғамызды тігіп жатырмыз ақ материал матамызбен. Aynalara tutacağımız. Артығын қиып тастаймын, мына қалып қойған бидай шөректі. Міне жаңа тырнақ құрағымыз дайын болды. Арты міне мынадай болып шықты. Алды міне мынадай әдемі көзін жауын алатын тырнақ құрақ дайын. Енді бұны бір нелерге құраған жағдайда осылай жасылды осылай келтіріп құрауларыңызға болады. Енді бұны ақпен де келтіруге болады.
акпен ак міне осындай болуп курауларыңызга болады. Мынаны өзүң дара истөөлөрүңүзгө да болот. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құрақ дайын, үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.